Айтайық дегеніміз бұл жерде жаңағы шекара ауыл мен шалғай ауыл мен шағын ауылдың айырмашылығын білуіміз керек. Бұнда шекара ауыл деген шекараның түбіндегі ауылдар. Яғни ол стратегиялық маңызға ие ауыл. Оны қысқарту деген сөз емес, менің айтайын дегенім. Бұл жерде екеуінің шекарасын айырып шағын ауылдар. Шағын ауылдар деген біздің мына орталықтағы шағын ауылдар. Міне, осыдан Астананың түбінде жатқан ауылдар бар. 50 отбасы болмаса бір 30 отбасы, сондай бір отбасылар бар. Қарасаңыз, Астананың түбінде жатыр. 70-80 километрде. Олардың енді қандай тиімділігі бар деп ойлайсыз? Ол жерде бір 20-30 бала оқитын бір шағын ауылға даңғыратып 2-3 қабаттық жаңағы мектеп салып тастаған. Ал енді одан басқа енді оны қандай дамытудың мына жағында тәп-тәуір жаңағы бір 1000 отбасы болмаса да бір неше жүз отбасы бар үлкен ауыл жатыр. Енді сонда егерде ауылдарға ақша салу деген сөз жалпы ол ауыл шаруашылықты дамыту деген сөз емес. Ауыл шаруашылықты дамыту деген ауылды дамыту деген сөз емес. Ауыл шаруашылық негізі ауылдардың жаңағы шоғырлы ауыл жағдайында да дами береді. Ода тұрған әңгіме емес. Енді бастысы бұл жерде экономикалық тиімділік деген. Жаңасын депутат мырза айтты. Біз ауылдардың экономикалық тиімділігін арттырмай тұрып, онда ауылда адам ұстап тұра алмаймыз деді. Егерде біз сол 50 семья тұрған ауылдың қалай тиімділігін арттырамыз экономикалық? Егерде біз сол экономикалық тиімділігін арттыратын мүмкіндікті тудырсақ, онда ол сөзсіз онда сол ауылға адам барады, ауыл көркейеді, ауыл шаруашылық ары қарай дамиды. Анас мырза, келісесіз ба? Дамыту керек. Бірінші, шекаралық ауылдар, олар стратегиялық маңызы бар. Екінші, тарихи маңызы бар ауылдар. Мысалы, тарихи маңызы бар деген, біз Абайдың туған жері, Ахмет Байтұрсынның туған жері, Ахмет Байтұрсынның туған ауыл қурап отыр, көрдіңіздер. Егерде ол неге керек? Ол біздің патриоттық балалардың сезімді оятуға, мемлекеттіктегі осы тұрып атқан халықтың патриоттық сезімін оятуға керек. Ол отаншылдық деген жаңағы стратегиялық маңызбен бірдей. Үшінші, туризмді дамытуға әлеуеті бар ауылдың барлығын оны дамыту керек. Оғанда жаңағы өзіндік құнмен есептеспеу керек. Ол ертеңгі күні бүгін бермегенмен ертеңгі күні береді. Ертеңгі күні құн жаратады. Сондықтан осы үш ауылды қандай болсын, оны жаңағы өзіндік құнмен есептесуге болмайды оны. Біз қазір барлығында жаңағы өзіндік құнмен есептесіп үйреніп қалғанбыз. Жоғарыда бәлен 2000 халық тұрмаса, одан артық оны дамытуға болмайды деген жазып қойған, сызып қойған бір заң бар. Болды. Содан кейін одан болса ақша бөлінбейді. Ол олай болмау керек. Ол айыру керек, бөлу керек. 2000 деген санға жабысы бат, ары қарай оны ауылды дамытпаймыз десе, бұл көрсоқырлық. Қараңыз, Қытай жағын қараңыз, гүл болып тұр, бер жағындағы шекара күл болып тұр. Неге? Айырмашылық неде тұр? Ода шекара. Кезінде ол қалай еді? Екеуінде шекаралық аймақ. Иә, мен өзім оны көзбен көріп өстік. Ар жағында кезінде осы 20 жылдың алдында олар қурап тұрған, 30 жылдың алдында дейік жарайды. 30 жылдың алдында ол жақ қурап тұрған, бер жақ гүл болып тұрған. Бер жақ. Ал енді 30 жылдан кейін керісі болды. Көрдіңіз ба? Сол кездегі біздің осы экономикалық саясаттың, ауылды дамытудың, шекаралық аймақтарды дамытудың саясатының қалай жүргендігінің нәтижесі болды. Мысалы, бір жерді көтеру үшін, бір жерді дамыту үшін қайту керек. Ол жерде ең бастысы кәсіпкерлік даму керек. Егерде кәсіпкерлікті дамымаса, ол ақшаны төгіп тастасаң, құмға құйған сумен тең болып кете береді. Сондықтан егер Канадада мейлі басқа жерде қарасаңыз, бір айналдырған бір 10 тұрғынның өзі бәлен миллион гектар жерді игеріп сол жерде отыр. Бірақ ол ауыл емес ол. Ол тек қана ол шаруа қожалығы жүрді. Шаруашылық нысан дейсіз. Шаруашылық нысан. Сол кезде сіздің айтып отырғаныңыз шаруашылық нысан. Ол ешқашан бұл жерде ол ауыл емес. Ауыл болатын болса қайту керек. Ода ауылдық үкімет болу керек. Ода ол ауылдық жаңағы оның докторханасы, больницасы болу керек, мектеп болу керек. Ода бүкіл жаңағы мәдени ошақтар болу керек. Ол деген қыруар қаржы ол. Сол кезде біз ауыл шаруашылық дамыту мен жаңағы ауылды дамытудың екеуінің шекарасын айыруымыз керек. Осыны біз айыра алмай отырмыз. Біздің осы билікте болсын, әзір осы біздің экономика саласында болсын, осы мәселенің шекарасын айыру керек. Ауыл шаруашылығы мен ауылды дамытудың аражігін айыру керек. Жалға беругенде жалға берудің мерзімі ол ұзын болу керек. Ұзын, қазірде жеткілікті 49 жыл. 49 жыл болатын болса, енді сонымен бірге ол жалға берген жер айналымға түсу керек. Біреуге, екінші біреуге оны жаңағы
және де жалға бере алатын болмаса сата алатын сондай мүмкіндік болу керек. Өте дұрыс. Егер де ондай болмайтын болса, онда ол жаңағы біз оны банкқа залогқа қоя алмаймыз, кепілге қоя алмаймыз ол жерді. Кейін ауылдағылар ол жерді дамытуға мүмкіндік жоқ. Мал бағатын жер болмай қалады. Ең басты жер айналымға түсу керек. Біздің шағын бизнесіміз шаңғауып тұр. Олай дейтініміз не? Біз сандар сөйлесін. Мысалы, біздің шағын орта бизнестің мемлекеттегі экономикадағы салыстырмасы қанша? 30%-ға жетпейді. Бұл деген 30%-ға жетпеу деген ең экономикадағы қысқасы ең нашар көрсеткіш. Егер де біз дамыған елдер қатарында болатын болсақ, онда біздің шағын орта бизнестің үлесі экономикадағы 60-70 болу керек. Біз соның жартысында жетпей отырмыз. Енді шаңғауып қолмай қайтып тұр. Сол үшін оны қайту керек. 60-70%-ға жеткізген 80% бүкіл жұмыс күші шағын орта бизнесте жұмыс жасап жатқан басқа озық елдерде неге үйренбейміз біз? Мына жанымызда бізбен бұрынғы жаңағы экономикалық жаңағы саяси құрылымы бірдей Қытай тұр, міне. Соның Қытай қандай өзгерді, ауыл шаруашылықты қайтып өзгертті, ауыл шаруашылықты қайтып дамытты. Ал енді ол басқасын жаңағы анау Америка мен Канадаға бармасақ та, енді бізде енді Аустралияның даму деңгейін ауыл шаруашылықта оны қайтып одан неге үйренбейміз? Бұл жерде неде Аустралияда жалпы 14% ауыл тұрғындарының халық саны үлесі 14%. Бірақ әлемдегі ең дамыған ауыл шаруашылықтың біреуі. Бұл жерде ауыл халқының санының көп болуы ауыл шаруашылық дамытудың көрсеткіші болмайды. Ауыл шаруашылық несие бойынша бізде даму қоры 6%-бен, әзір енді ауыл шаруашылыққа 2,5 ба, сондай пайызбен деп жатыр, 2,5%. Бірақ біз қанша жылға беріп отырмыз оны? Қазіргі экономикалық өнімділіктің көру жаңағы циклі ұзын. ақш-та 25 жылға дейін береді. Көрдіңіз бе? 25 жылға дейін. Ал енді бізде қанша? Даму қорының несі ары кетсе 10 жылға береміз. Ал енді айналымдағы қаржы болатын болса, оны тіпті 3 жылда қайтару керек. Әзір мынандай экономикалық қазіргі пайданың үлесі өте аз жағдайда ол берген қаржы ешқашан жаңағы 3 жылда неде қайтпайды. Ал енді 10 жылда өндіріс болатын болса, ол тіпті қайтпайды. Сондықтан оның жаңағы уақытын ұзарту керек. Енді біздің ең үлкен байлығымыз жер деп тұр. Сосы жер мәселесі әліңге дейін ешқашан дұрыс шешілген жоқ. Біздің елімізде әліңге дейін ең үлкен байлығымыз жерге байланысты бір жер басқару министрлігі деген министрлік жоқ. Негізі сол жер арнаулы сондай министрліктің несінде болу керек, аясында болу керек. Ол ешқашан тек қана бір ауыл шаруашылық министрлігінің, болмаса басқа бір министрліктің құрамында болмау керек. Арнаулы осы жер мәселесі дұрыс шешілсе, диқан мәселесі, ауыл мәселесі дұрыс шешіледі. Жақсы, рахмет.